Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қыстық салаттың біреуі лечон жасайтын боламыз. Рецебі өте қарапайым. Жасап көріңіздер. Жақсы, күшті, дәмі күшті болып шығады. Осы рецеппен жасап көріңіздер. Бұл үшін бізге перец керек болады. Содан помидор, сәбіз, пияз және сарымсақ. Осылардың бәрін турап көрсететін болам. Ең алдымен біз помидорымызды турап аламыз. Помидорымызды осындай нелерден тазартып, жаңа нәрселерінен болса тазартып аласыздар да, осы видеодағыдай турайсыздар. Бұл жерде помидорды мен қолмен турап жасадым. Массировкадан тартсаңыздар да болады. Мен осылай қолмен турап жасасаңыздар да помидорыңыз езіліп жақсы пісетін болады. Осылай бірге жұқалап турап аламыз. Тураймыз бәрін. Барлық помидорларымызды өстіп турап шығасыздар. Келесі бізде қазір сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді осылай домалақ турап алып, ортасын 4-ке бөлеміз. Бас жақтары үлкен болады ғой, сол жерлерін тағы сақтап бөлсеңіздер ғой, не бөліп жатыр, мына жерде кішкене сақтап бөліп жатыр. Үлкен жағын кішкене бөліп жібересіздер. Перцті де 4 бұрышты қылып бөлеміз. Осылай үлкенірек қылып, барлық перцтерімізді бөліп алып, осылай бөлесіздер. Пиязымызды помидор сияқты кесіп аламыз, турап аламыз. Осылай бәрін бір келіп турап, бәрін турап аламыз. Қараңыздар, пиязымды, сәбізді, помидорын осылай біріне турап алдым. Және сарымсағымды тураймын. Ең бірінші біз пісіп тұрған майымызға пиязымызды саламыз. Біз пиязымызды майға қуырып аламыз. Араластырамыз. Кішкене пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне қазір біз помидорымызды салатын боламыз. Қуырып, қуырылған кейін помидорымызды салдық. Бір араластырып алып, аз қалған помидорымызды үстіне салатын боламыз. Толық араластырып аламыз пиязбен. Помидорымызды қалғанын салып, газ соғында бірге құйып жібереміз қазанымызға. Қазанымызды өстіп бәрін бір келіп араластырып, газ қақпағын жабамыз да, қайнағанша осы салатымыздың күтеміз қайнаған. Міне қыздар, біздің помидорымыз қайнап, өзінің соғып шығып, енді осының үстіне біз чесногымыз бен сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, толық тағы бір рет араластырып шығамыз. Және осы жерде біз сәбізіміз піскенше пісіреміз. Сіздер жеп көресіздер ғой, сәбізіміз пісіп қалды деген кезде соңында біз перец салатын боламыз. Міне қыздар, жаңа салатымыз қайнап келе жатыр. Сол кезде біз лавр жапырағын, қара бұрышты салдым. Тұзын салып, дәміне қарай тұзын саластырып осы жерде. Тағы бір рет жақсылап араластырып,
Астырмасты. Қыздар, қайнады. Қазанымыз толығымен. Осы кезде сәбізімізді жеп көреміз. Сәбізіміз жұмсарғаннан кейін осылай укропымызды саламыз. Укропымызды салып араластырып, тағы бір қайнап болды. Оның үстіне соңында біз болгар бұрыштарын саламыз. Болгар бұрышын салып, араластырып, болгар бұрышын пісті дегенде қатты пісірмеңіздер. Кішкене піскен кезде уже банкілерге сала берсеңіздер болады. Қатты пісіріп жіберсеңіздер, перістеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Тұзын көресіздер, осы жерде тағы тұз жеткіліксіз болса, тұзын салыңыздар үстіне. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Біз пісірілген банкіде салып аламыз. Қыздар, мен банкіні стерилдегенде спиртті пайдаланамын. Осындай аптекада сататын 90% спиртпен банкіміздің ішін крышкасын жауып шайқап алсақ, осылай етсеңіздер болады. Міне қыздар, қараңыздар қандай күшті болып шыққан. Салатымыз дайын болды. Ас болсын, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.